نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Құрметті жамағат, ең бірінші сіздерді қасиетті Рамазан айымен шын көңілден құттықтағым келеді. Рамазан бұл ораза, адам баласы Рамазан айында әрине ораза ұстап Алла тағалаға жақындайды. Өйткені ораза деген бұл шынайы Алланың разылығы үшін ұстайтын құлшылық болып табылады. Сондықтан да біз міне Рамазанның ең соңғы күндеріне жетіп қалдық. Бүгін біздер міне қадір түнін қарсы алып отырмыз. Енді әрине ораза, Рамазан айы ең бірінші бұл ораза, екіншіден бұл Рамазан айы Құран айы, үшіншіден бұл құлшылық айы, намаз оқитын, және бұл айда біз Алладан шынайы дұға етеміз. Енді қадір түнінің қасиеттілігін сіздер білесіздер. Бұл түнде Алла Тағала не қылды? Құранды бізге түсірді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам арқылы, және бұл түн қадір түні 1000 айдан артық деп Алла бізге баяндады. Демек, осы түнде құрметті ағалар, апалар, бауыр қарындастар, ең бірінші құлшылықпен өткізейік. Кейбіреулер түні бойы ұйықтамайды, бірақ ең маңыздысы осы намаз оқуды білсек, намаз оқиық, намаз оқуды білмесек, Құран оқиық, Құран оқуды білмесек, зікір етейік, зікірден кейін міндетті түрде дұға етейік. Яғни Алладан өзің үшін, отан үшін, жер үшін, отбасы үшін, былай айтқанда аруақтар үшін, ақырет үшін шынайы дұға етейік. Неге? Өйткені Алла Тағала осы түнде біздің дұғаларымызды, біздің тілектерімізді қабыл етеді. Бізге не қылады? Былай айтқанда жауап береді. Сондықтан да осы түнде, осы түнді құлшылықпен, зікірмен, пікірмен, шүкірмен, қанағатшылықпен, таубашылықпен өткізіп, осы жылымызға құт береке тілейік. Халқымызға бірлік тілейік, отанымызға тыныштық тілейік, жерімізді, халқымызды Алла Тағала сақтасын деп Құдайдан шынайы сұрайық. Сондықтан да таң атқанға шейін әрине кейбіреулер ұйықтамайды, кейбіреулер демалып тұрады. Ең маңыздысы, иншалла Құдай қаласа, құлшылықпен дұға етіп өткізсек, Алла бәрін естуші, көруші. Сондықтан да Алла дұға тілектерді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір шаңыраққа береке тілейміз. Рамазан айы құтты болып, ораза қабыл болып, қадір түні иншалла құт береке әкелсін. Әмин, әмин, я раббил аламин.